оқушылар. Бүгінгі әдебиет сабағымызды бастаймыз, иә? Сабағымызды бастамас бұрын бірінші көңіл-күйімізді білейік. Бүгінгі көңіл-күйіміз қалай? Тамаша. Сабаққа дайындықтарымыз қалай? Керемет. Керемет. Ендеше сабағымызды бастайық. Жарайсыздар. Енді оқушылар, жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын өткен сабаққа көз жүгіртіп алайық. Бірінші есіңізге түсіріп алайық, иә? Сіздерге мына сиқырлы тақияны кигізу арқылы үйге тапсырманы сұрайтын боламын, иә? Сұраққа жауап беріп отырасыздар. Шұғыла, ертегінің тақырыбы? Жолбарыс пен түлкі. Жолбарыс пен түлкі. Ертегінің авторы? Аударған Асқар Лекеров. Тамаша. Ертегінің басы? Бір күні жолбарыс қалады. Тамаша. Амина. Ертегінің ортасы? Ашылған жолбарыс күжінде тере түлкіні алмашы кетті. Тамаша. Кімнен сұрасақ екен? Тағы кімнен сұрасақ екен? Рамазан. Ертедегі кейіпкерлер? Иә. Жолбарыс түлкі ақыр. Тамаша. Аяғы. Ертегінің аяғы? Аяғы. Тамаша. Мақсат, жарайсыздар. Енді оқушылар өткен сабақты есіңізге түсірдік, иә? Өте қызықты ертегі болды, иә? Жолбарыс пен түлкі. Енді жаңа тақырыбымызды бастайық. Жемістерде дәрумендерді көп екенін білемін. Күн жазып тақырыпты жазалайық. Жазыламыздар, әдемі жазамыз, иә? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушылар сұраққа жауапты анықтамалы кітаптарда, жинақтарда сөздіктерден табу және ақпаратты берілетін кестеге салу. Енді топқа бөлейік, иә? Топқа бөлу үшін мына суреттерді қарастыруымыз керек, шашылатқан суреттерді. Клеймемен қойыңыздар, тек қарастырыңыздаршы, иә? Маңайыз жайлап. Жайлап. Дәрумендер бар, иә? Жемістерде. Сосын витаминдер бар. Сосын дұрыс. Көзіміздің көру жасата ма?
бәрінен де қорқыныштысы керек құлақ синға ауруы болатын қатқан нан мен тұздалған етті бір-екі ай қорек еткенмен мейірбек арнай оқылған кейін оларды тістері түсіп қалады. Бұдан кейін тезіншілер лимон жеуді әдетке айналдырды. Жүзу сапарларына лимон алып шығатын болды. Өйткені керқұлақ ауруының себебі сыр дәруменнің қышқылын жетіспеушілігі екені анықталды. Сыр дәрумені лимоннан басқа қарақаттар, үйдің мұрнында және тәтті бұрышта көп кездеседі. Сіздерге С дәрумені туралы айтылды, иә? Мен бір оқып берейін. Ал, ұстап, қарайсың. Теміршілер жаңа жерлерді іздеп шығарылады. Оларға көп қауіп-қатер төнді. Бәрінен де қорқыныштысы керқұлақ ауруы болатын, яғни синғадың ауруы болатын. Қатқан нан мен тұздалған етті бір-екі ай қорек еткеннен кейін олардың тістері түсіп қалды. Бұдан кейін теміршілер лимон жеуді әдетке айналдырды. Жүзу сапарларына лимон алып шығатын болды. Өйткені керқұлақ ауруының себебі С дәріменің, яғни аскорбин қышқылын жетіспеушілігінен екені анықталды. С дәрімені лимоннан басқа қарақаттар, ит мұрнында және тәтті бұрышта көп кездеседі. С дәрімені жетіспеушілігінен қандай ауру болып тұр? Теміршілер қандай ауруға шалдығып тұр? Синға ауру, керқұлақ деген, сондай ауруға шалдығып тұр. С дәрумені бар тағамдар қайсысы? Қандай? Лимон, қарақат, ит мұрын және тәтті бұрыш. Тәтті бұрыштарда С витамині, С дәрумені бар екен, иә? Жақсы. Енді мен сіздерге топ тапсырма берем. Я? Қызанақ туралы жазасыздар. Сіздерге мына беріп жатыр ғой. Қызанақ тобын бірінші топқа бердім. Қызанақ туралы жазасыздар. Қияр туралы жазасыздар. Сәбіз туралы жазасыздар. Қызанақ қандай? Қияр қандай? Сәбіз қандай? Оны қайда пайдаланасыз? Қайда өседі бұлар? Бақшада өседі. Тамаша, бірінші топ болды. Күтейік. Мен үшті отырамыздар. Отырамыз. Ұстай берші шағылы дейік. Екінші топ болды. Ал үшінші топты күтейік. Пайдалы ма? Пайдалы.
екінші топ болды. Келіңіздер, бірінші топ, бірінші болды. Сіңіре ойсы. Сіздерге не түсті? Қызанақ. Кезек-кезек оқыша. Біреуін. Қызанақтың түсі қызан. Шынағандай? Дөңгелек. Салат деп қойыпсыздар. Салат қойыпсыздар ма? Бақша. Бақша. Дұрыс па? Келіңіздер екінші. Пайдалы дұрыс. Салат. Болсаңыздар сіздерде помидор мен қияр қатар жүреді, иә? Қызанақ пен қияр, иә? Салатта. Жақсы. Соқақ. Соқақ шайын, иә? Тамаша болады. Бағалай. Сіздерде сәбіз. Тыңдаймыз. Сәбіз сары қызыл. Ол бақшада өседі, палауға қосады. Дұрыс. Пайдалы. Отырамын. Дұрыс па? Енді сіздерге кітапқа іздей салайық. Төртінші жақтығында өлең шумақтарды оқыдық, иә? Алма. Сүт келер, келескер, дұрыс етер тез арылады. Шықпас мәңгі бір естер, бос істі дәмі бар. Алманы барлығымыз білеміз, иә? Алманың қандай түстері болады? Алма жақсы көресіздер ме баттар? Ол алма денсаулығымызға пайдалы. Жуып жеу керек сонда да, иә? Жумай жеуге болмайды, иә? Келесі қарақат. Келемін жазда қарақат теру рақат. Себетін қолда тоқыма, не бір құс дәрбе соқыға. Қарақат жеп көрдіңіздер ме? Тәтті, иә? Дәмді. Денсаулығымызға пайдалы. Өрік. Өрік. Қалай қошасы қалай өрік? Абрикос, иә? Әкелді бағамызға көрікті, көктем шыға дегені өріктің. Аппақ көзді жауып біткен ақ қардай, сәл маужырап күн көзіне еріп тұр. Өрікте қандай айырмашылық бар? Басқа жемістерде. Ортасында несі бар? Сызығы бар сосын. Ариш бар, дәні бар, иә? Қатты болған, иә? Өз қияр. Апай не? Бірі соңғы болған. Бұл әкелдің тағыда іші қойшы. Ярымнада айында тоңдер.
оқушылар, енді бізде пайдалы заттар және зиянды заттар деген көрсетті, иә? Бұл жерде сіздерге араласып жатыр зиянды заттар мен пайдалы заттар, иә? Осыны 2 саусақ арқылы, басқа саусақтарымыз пайдаланбаймыз, 5 саусақты пайдаланбаймыз. Тек 2 саусақты пайдалану арқылы пайдалы заттар, зиянды заттарға бөліп қоюымыз керек. Түсіндік па? Так, кім келеді? Тек 2 саусақ пайдалану арқылы. Дұрыс па? Тәккелі рахмат. Саусақ қолданбаймыз, 2 саусақ. Дұрыс. Саусақтан кішкентай болсын. Қолдау білдірмейміз ба? Рахман. Неге қолдау білдірмейсің? Әдебиет сабағымыз аяқталды. Үйге сіздерге алма, қарақат, өрі, сөз қиярым деген өлең жолдары бар ғой. Соны кез келгенін жаттап келіңіздер. Қалағаныңызды жаттайсыздар. Түсіндік ма? Жақсы. Енді бүгінгі сабақ жақсы өтсе, бағдаршамға жабыстырамыз, бағдаршамға жабыстырам. Қалай өтті? Ат жөнімізді жазайық. Бағдаршамыз. Түсінікті болды ма? Сабақ. Қалай өтті сабақ? Неге тамаштаймыз? Жемістерді әлі меңгеру керек. Келіңіздер.